ПДД Тест КЗ. Умное начало твоего пути. Сәлеметсіз бе? Осы сабақты бастамас бұрын сізге өткен сабақтардың тақырыптарын оқып шығуды ұсынамыз. Бүгін біз нұсқайтын белгілермен танысамыз және олардың не екенін талдаймыз. Нұсқайтын белгілері нұсқама қолданылатын учасканың алдында орналасады және қайталануы мүмкін. 4.1.1-ден 4.1.6-ға дейінгі белгілер қозғалыстың нақты бағытын белгілейді. Сонымен қатар 4.1.1 тікелей қозғалыс белгісі қозғалыста тек тікелей жүруге мүмкіндік береді. Егер белгі орнатылса, белгі маршрут бойымен жүретін көлік құралдарына әсер етпейді. Белгі алдына қойылған жолдың бірінші қиылысына немесе жақын қиылысқа қолданылады. Егер белгі жол учаскасының басында тұрса, онда бұл жағдайда белгі тек оңға, аулаларға және басқа іргелес аумақтарға, ЖХС-қа, демалуға арналған тұрақтарға және сол сияқтыларға бұрылуға тыйым салмайды. 4.1.3, 4.1.5 және 4.1.6 белгілері кері бұрылуға тыйым салмайтынын есте ұстаған жөн. 4.2.1, 4.2.3 кедергіні айналып өту белгілері қауіпсіздік аралдарын қоса алғанда жүріс бөлігіндегі әртүрлі кедергілерді жебемен көрсетілген жақтан айналып өту талап етілетіндігін көрсетеді. 4.3 шеңберлі жүріс белгісі айналмалы қозғалыстың бағыты белгіде көрсетілген бағыттамалардың бағытына сәйкес келетінін көрсетеді. Шығу, маневрлеудің жалпы ережелері бойынша жүру бөлігіндегі шеткі оң жақтан ғана жүргізіледі. 4.5 велосипед жолы және 4.6 жаяу жүргінші жолы белгілері тек белгілі бір көлік түрлеріне, жаяу жүргіншілерге ғана арналған. 4.7 ең төменгі жылдамдықты шектеу белгісі көрсетілген, немесе одан жоғары жылдамдықпен сағатына километрде ғана жүруге рұқсат етіледі. Бұл белгінің қолдану аймағы 4.8 минималды жылдамдықты шектеудің соңы белгісі тұрған жерде аяқталады. Егер көлік құралы белгіде көрсетілген жылдамдықпен қозғала алмаса, онда оған осы жолға кіруге тыйым салынады. Бұл белгіні 5.18 ұсынылған жылдамдық белгісімен шатастырмау маңызды. 4.9.1, 4.9.2 және 4.9.3 қауіпті жүктерді тасымалдайтын көлік құралдарының қозғалыс бағыттарын белгілейді. Құрметті оқушы, міне біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіз біз берген ақпаратты жақсы меңгердіңіз деп үміттенеміз. Енді біраз демалып, әрі қарай оқуға кірісіңіз. Сізге сәттілік тілейміз.